Тегін берем, ағайындар, тегін берем өзімнің оқырмандарыма, Аллаға шүкір. Баршаңызға, қолдауларыңызға рахмет. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қалайсыздар, амансыздар ма? Аллаға шүкір. Осы YouTube каналды мен негізінде 2020 жылы ашқан болатын. Кішігірім қызықты контенттер бастайық, қолдан бірден келсе жасай берейін деген ниетпен. Ол кезде Жезқазған қаласының сырт жағында ауылда тұрдым. Темір жинап ақша таптық, кішігірім балапан шығардық жұмыртқадан, одан кейін мал асырадық. Қысқасы, әйтеуір өмірдің этаптарымен, яғни баспалдақтарымен өтіп келе жаттық. Одан кейін YouTube жүргізілмей қалды, қалаға көштік, қазір енді Астанаға келдік. Қысқасы, мына көлікті мен тегін беретін болып шештім, осына YouTube каналға түсіретін болдым. YouTubeға видео көптен бері түсірмей кеткеннен кейін, білмеймін енді бұл видеолар YouTube'да жүре ма, жүрмей ма, бірақ қысқасы мен кішкендейден бастадым, барлық бола бастады. Дәл сол секілді осылайынан қайтадан бастаймыз. Осы форматта YouTubeға осы Жигулиді түсіреміз. Яғни тамыздың 27-сі күні дәл осы Жигулиді мен өзімнің бір оқырманыма бұйырады. Бұндай көлік кезінде маған қатты арман еді. Менде өзімде қазір көлік жоқ, шыны керек, өзімде. Бірақ әйтеуір бір жақсылық жасасам, менің одан сайын несібем көбейетіне мен 100% сенем, Аллаға шүкір. Садақа беруші алушыдан қарағанда мұқтаж дейді. Сондықтан да біз берген сайын бізде көбейе береді. Қысқасы солай негізінде теорияда. Аллаға шүкір, қолымыздан келгенше неге жақсылық жасамасқа. Мені қолдап жатқан осы Инстаграмдағы 84 мың оқырман болдық, Аллаға шүкір. Сіздер мені қолдап жатсыздар. Шын айтайын, сіздер үшін осында кішігірім бір проекті қылып, осы көлікті тамыздың 27-сі мен туған күнім, сол күні туған күнімде керісінше маған сыйлық жасау керек адамдар. Бірақ мен сіздерге сыйлық жасайыншы деп шештім. Осы көлікті берем, білмеймін, мүмкін тағы да қасында бірдеңелер қосып беретін шығарым. Тек қана қолдау күтеміз, не айтамыз басқа. Бұл біздің YouTube'тағы бірінші сериямыз болсын. Машинаны от үйді толық көрсетейін сіздерге. Қазіргі таңда примерно сыртынан көрсетіп жатырмын за кадром. Енді не жұмыстар жасалынады, келесі серияда сол туралы қысқадан нұсқа айта кетеміз. Видеоны көп созудың да қажеті жоқ, адам жалығып кетеді. Үйде бір кішігірім бір шай ішіп отырып, бір 5-10 минуттық видео болса жетеді, шүкір. YouTube'пен де жалпы негізінде кішігірім ақша тапқан болатынбыз. Ол жайлы бір кейін бір кішігірім айтып берем. Сондықтан тек қана шынайы қолдау болсын. Бұл менен от душинан шынайы айтам. Менде бір ешқандай да бір спонсор ештеңкесі жоқ. Тек өз қалтамнан барлығын қолымнан келген шығарам. Бұл көлікті мен бір андай жинайым, мындай жинайым, проект қыламын деп айтпаймын. Сондықтан өтірікші болмай қойын, бірден айтайын. Кішігірім бұл өзінің қалпына келтірім, классикалық. Яғни қазір тонировкалар тұр ғой, артында бүкілін алып тастаймын, полный акварин қыламын, штамптарын дұрыстаймын, кішігірім ішін ретке келтірем. В общем, по моторам где-то что-то мүмкін болып қалар, багаж, анжер, мінжер, қысқасы пружиналарын кесіп түсірем. Сіздерден тек қана қолдау болсын. Жақсы, баршаңызға рахмет. YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар.